Сәлем достар, бұл қызық екен. Қазақша арнаға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпайық. Бір күнде елімізде қанша әйел заты зорланатынын білесіз бе? Ал әлем бойынша қанша? Әйел адамды зорлау бұл қылмыстың түрінің зардабы мен ауырлығына қарамастан кез келген қоғамда орын алатын жағдай. Қазақстанның қылмыстық кодексінде бұл қылмыстың формасына байланысты жаза 5 жылдан 25 жылға дейін көрсетілген. Қытайда қылмыс ауырлығына қарай өлім жазасы бар. Демократияның желі осы қылмыстық жазаның жүзеге асыруын жұмсартты. Себебі гуманизация, адам құқығын қорғау ұйымдарының жұмысы адамның өмірін қиюға ешкімнің құқығы жоқ деген желеумен 2004 жылдан өлім жазасына мораторий жариялап, артынша оны мүлдем алып тастады. Сіз бұнымен келісесіз бе? СНГ елдері қыз зорлау бойынша Қазақстан алдыңғы қатарда. Мысалы 2018 жылы 1450 зорлау фактісі орын алған. Оның ішінде 231 жағдай жасөспірімді зорлау. Күніне орташа есеппен 3-тен 7-ге дейін қыз ар-намысы тапталып жатады. Арасында тіпті ер адамдарды зорлау фактілері орын алған. Әлем бойынша ең көп зорлау қылмысы болатын жер ол Африка елдері. Саны 60 мыңнан асып жығылады. Көбінесе зардап шеккендер бұл туралы шағымданбай, жария жасамай үнсіз қала береді. Сондықтан статистика сандары әлде қайда көп. Біз котлет қылып жейтін сиырды құдай көретін Индияда бұл қылмыс түрі күнделікті жағдайға айналған. Ата-аналар қыздарын далаға шығаруға қорқады. Бұған себеп зорланғандар ішінде кәмелетке толмағандар саны көбірек болғандығы. Қорланған қыздарды өлтіріп, денесін гангаға лақтырып немесе өртеп жібереді. Үкімет шарасыздықтан әйел адамдарға өздерімен пышақ алып жүруді ұсынған. Курорттық демалыс орнына айналған Гоада демалып жүрген саяхатшыларды тұтқынға алып, немесе алып қашып, тіпті қонақ үйлерінің бөлмесінде қыздарды топпен зорлап отырған. Олардың ішінде Ресей, Англия, Швеция, Дания, Швейцария, Корея, Қытай азаматшалары бар. Жапония өз азаматтарының бұл елге баруын қолдамайтынын айтып, саяхатшыларды осындай жағдайды болдырмау үшін оларға арнайы ескертпелер таратуда. Қызға 40 үйден тыйым деген қазағым әрқашанда қыз баланы әртүрлі жамандықтан қорғап отырған. Арам пиғылды адамдар арамызда күнделікті жүргені мәлім. Сондықтан сақтанғанды Құдай сақтайды дегендей, қайда жүрсек те қауіпсіздігімізді ойлай жүрейік. Аман болайық. Арнаға қолдау жасау үшін тіркелу, қоңырауға басу.